Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте керемет болып шығатын, ауызда еритін, дәмі тіл үйіретін бір күшті рецептпен бөлісейін деп жатырмын. Дәл пицца сияқты болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Ал кеттік. Құрамына керекті заттар бізде баклажан, қызанақ, сыр, оливковое масло және де сарымсақ қажет болады. Үйдегі бар заттар. Ең әуелі жұмысымызды баклажанды осылай екіге бөліп аламыз да, видеода көрсетілгендей етіп пышақтың көмегімен осылай кесіп алатын боламыз. Яғни осындай 4 бөлшекті бөліктерге бөліп алатын боламыз. Екінші бөлігінде дәл осылай пышақтың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Кішкене тереңдеу кескеніміз дұрысырақ болады. Содан соң қызанағымызды аламыз да, оны бөліктерге бөліп алатын боламыз. Негізі оның пішіні қатты маңызды емес, себебі біз оны қазір блендерлейтін боламыз. Міне бізде блендерлеу жұмысы басталып кетті. Жақсылап тұрып қызанағымызды езіп алатын боламыз. Міне біздің блендерленген қызанақты езбеміз дайын болды. Содан соң сарымсағымызды аламыз. Мен 2 дана сарымсақты қолданған болатынмын. Сарымсағымызды алып, оны майдалап турап аламыз. Қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып аламыз да. Осылай етіп жаңағы сарымсақты және де дайын болған езбемізді салып, оны жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы біздегі баклажанның үстіне, яғни арасына, осылай кесілгендердің арасына оливковое масломызды барлығына біркелкі етіп құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне тиюі қажет. Содан соң шым-шым етіп тұзды барлығына біркелкі етіп сеуіп шығатын боламыз. Барлық жеріне себілуі қажет. Осы сәтте печкамызды қыздырып аламыз да, 180 градуста 25 минутқа баклажандарымызды пісіріп алатын боламыз. Дәл осы сәтте баклажанымыз пісіп тұрған уақытта осылай сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Менде осындай сметанный сыр қолданған болатынмын. Міне біздің баклажандарымыз дайын болды. Дәл осылай болып шығады. Жұп-жұмсақ болуға қажет. Осылай қасықтың көмегімен жақсылап тұрып үстін басып езіп шығатын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жасап шығасыздар. Міне біздің езілген баклажандарымыз дайын болды. Оның үстінен жаңағы сарымсақ пен қызанақты езбемізді жақсылап тұрып барлық жеріне тигізіп жайып шығатын боламыз. Міне бізде барлығы дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлық жеріне жағып шықтық. Содан соң печкамызға салып тағы да пісіріп алатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Жаңағы баклажанды содан соң оның үстіне азырақ етіп, жаңағы теркадан өткізілген сырымызды барлығына біркелкі етіп, барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Осыны қызып тұрған печкамызға салып алатын боламыз. Көп уақытқа салмаймыз, аз ғана минутқа. 2-3 минутқа салып алсаңыздар жеткілікті. Міне бізде дайын болды. Иісі деген енді керемет күшті болып шығып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қаншайымдар қазір арасын кесіп көрсететін боламыз. Дәл пицца секілді болады. Бір жасасаңыздар жегілеріңіз келе береді. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздерші. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналымызға тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.